Қалада тұрып төрт түлікті түлету мүмкін емес деген түсінік бар. Алайда бүгінгі кейіпкеріміз бұл пікірмен келіспейді. Ол қала тұрғыны, бірақ та мал шаруашылығын табыс көзіне айналдырған. Бұл Атырау қаласына қарасты Еркін қала ауылы. Қала орталығына жақын орналасқанымен, мұнда еңбек пен береке қатар тоғысқан. Үй иесі Раушанов Самат пен оның жұбайы Өтебаева Зәмзәгүл бірнеше жылдан бері мал бағып, кәсібін тұрақты жолға қойған. Бір сиырдан бастап жаңағы асырауды бастадым. Содан жайлап қызығушылық жаңағы артып, балдарымыз уақытымен сүтін ішіп, қаймағын жеп деген сияқты сондай тоқшылықтың бар екенін сезініп, солай келдік. Сосын бір бастан екі бас, үш бас жайлап малды қарасаң, өзі жайлап көбейе береді ғой. Біз енді жаңағыдай далаға жайып қыстақ, басқа ауылдарда бар ғой қыстақтар. Сол қыстақтарға апарат олар. Бізде ондай не жоқ, мүмкіндік те жоқ, ондай қыстақ жоқ бізде. Сондықтан да осы малдарымызды қыста осы ауламызда ұстауға тура келеді. Таңертең тұрам, суын берем, шөп салам, жемін берем. Сол шаруашылық, сүтін сатам. Күніне 10 литр, енді біреулер аз дейді, біреу маған жарайды енді. Менің отбасыма жарайды. Қаладан келіп, үйден келіп алады. Қаймақ жасамайсыз? Қаймақ балдарыма жасаймын енді. Үйге жасайсыз? Үйге жасаймын. Қаймақ жасаймын, айран жасаймын. Біздер қорада ұстағасын малды. Жаңағы шөпті рулонымен аламыз осылай. Жоқ дегенде бір 17-18 рулон кәміл алып қоюымыз керек. Заказ береміз, ақшасына где-то бір 13 мыңнен сатады. Менің осы істеп отырған ісім берекелі деп айтам өзім үшін. Және де қала тұрғындары, мына жерде тұрған жастар бар. Осы ауылға келіп, қорықпай осындай мал асырауға мүмкіндік көп. Малдың көп келтірер отбасына, қоғамға да көп пайдасы бар. Өйткені оның сүтін ішесің, етін жейсің. Сондықтан да мен сіздерді қорықпай осы мал шаруашылығына шақырам. Мамандар бұлдай бастамаларда ауыл шаруашылығының дамуына серпін береді дейді. Еңбектенсең, қалада да мал ұстауға болады. Еңбек бар жерде береке бар.